Оның мармелады, екінші бізде йогурт, я? Көзайым, қайсына я дейсің? Көзайым бізде тағы да қарим. Бұл бізде фрутелла, мармелад клубничный. Және мынау не? Апельсин. Енді көзайым қайсына я дейміз? Қайсына я? Апельсин, достар, бізде көзайым апельсинді таңдады. Қазір біз көзайымға апельсинді ашып береміз. Дәмі қалай екен, сосын айтасың, я, достар, бізде көзайым апельсинге я деді. Енді сіздер айтыңыздар, қайсысы пайдалы өнім деп ойлайсыздар? Бізде мармелад, фрутелла пайдалы өнім ба, әлде апельсин пайдалы өнім ба? Қайсысы пайдалы? Көзайым? Апельсин пайдалы. Дәмді ме екен? Жақсы, достар, олай болса бүгінгі біздің я немесе жоқ челленджіміз аяқталды. Енді дәл осы бүгінгі челленджге қарап, өздеріңіз баға беруді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де мына боштағы подписаться батырмасын басып кетіңіздер. Сау болыңыздар!